Қайырлы күн. Бүгінгі шарбақтағы смородинамды көптен бері ердім жүредім жинап алуға. Бүгін ермей балалар болып бәрін жинап алып, әуелі осылай пищевой сода бар ғой, нан сода, сонымен дұрыстап тұрып жудым. Өйткені талға дейтін неше түрлі шыбын-шіркей, құрт-құмырсқа, көбелек деген сияқты бәрі қонады. Солардың жаман қалдықтары бәрі шығады. Осы сумен жуған кезде мұзай сумен әбден араластырып бәрін жуып, ішінде міне өзінің смородинаның бұл вишня сияқты емес, я басқа ягодаларда емес, бұның дейтін қалдықтары көп шығады. Сондықтан бұны мен обязательно екі суға қайтарып жуамын. Міне екінші суға қайтарып жуып жатырмын. Осылай араластырып әбден жуып болғаннан кейін, болмаса блендермен, я болмаса қолыңызда мясорубка болса, мясорубкадан да тартуға болады. Менде мына жерде 3 түрлі сорт: қызыл, сары, қара. Міне осылай бәрін блендермен әбден езіп алдым. Одан кейін барып үстіне секер салдым, яғни песок. Бір жақтарда құмшекер дейді, әркім әртүрлі айтады. Секерді осылай салып үстіне мен шамамен саламын. Мен қай күні өлшеп оны отырмаймын, өзім көз мөлшермен саламын. Көз мөлшермен салсам да әрдайым жасаған компотым болсын, ол варенье болсын, қандай варенье, соленье болса да әрдайым өзінің нормасымен шығады. Өте дәмді шығады. Мына жерде бәрін секерін полный араластырып, көзбен қарап, тағы да бір стақан секер құйып жібердім. Енді оны газге қоюға мына жерде жұмыстанып жатыр. Міне газдың үстіне қойдым. Байқасаңыздар, табақты ауыстырдым. Міне табақтың газдың үстіне қойып әбден араластырып, міне көбігі шығып қайнағаннан кейін көбігін міндетті түрде алыңыздар. Көбігі енді дейтін бұл лас қалдықтар, білесіздер. Көбікті дымын қалдырмай әбден алып, одан кейін барып варенье әбден қайнады. Міне менде өте керемет, түсі де керемет, дәмі де керемет. Міне вареньені қалай тексеру керек екен сіздерге көрсетіп кетемін. Осылай табақтың жанына жаққан кезде, табақтың жанына осылай жаққан кезде, банкілерім қайнап жатыр. Мына жерде міне осылай жаққан кезде варенье төмен ағып кетпеу керек. Міне мына жерде варенье дайын деген сөз. Мына жерде столдың үстіне әкеліп қасына тақтай қойып, осылай вареньемді құюға дайындап жатырмын. Міне банкілерім бәрі стерилизациядан өткен, қақпақтарды стерилизованный, осылай банкілерді қойып, енді құюға кірісті. Мына жерде өте әдемі болып тұр, түсі де, дәмі де өте керемет. Мына жерде мен банкілерімнің бәріне толықтай құйдым. Жарты банкімді әзірлеп жатырмын. Бетіне қайнап тұрған, сақылдап қайнап тұрған крышкалардың бәрін осылай жауып шықтым. Одан кейін барып міне закруткамен айналдырып, одан кейін қолмен жабатын, қолмен бұрандалы крышкалар бар, мына жерде байқасаңыздар. Солардың бәрін әбден жауып бітірдім. Аллаға шүкір, өзіңнің шарбағынан шығып, өзіңнің шарбағынан еккен жемісті жегенге не жетсін. Мына жерде банкілерінің бәрін толықтай жауып жатырмын. Ешқандай да атылмайды. Мына жерде менде барлығы 10 банка смородинадан варенье шықты. Міне өте керемет.